Педагог деген кім өзі? Педагог ол мастер. Оның туындысы шәкірт, шедеврі тұлға. Ол автор, шығармалары әлемнің барлық тілдеріне аударылған. Оған ешқандай прототиптің қажеті жоқ. Оған жалақы маңызды емес, өйткені ол ар намысының алдында именеді. Демек, педагог ол абстрактілі образ емес. Талас жоқ, қазіргі қоғамда бұрынғының ұстазы мен бүгінгінің ұстазы деген түсінік бар. Бұрынғының ұстазының білім-білігі мен парасаттылығы алыстан аңғарылып тұрады. Халық арасында мәртебесі жоғары. Бұл пікірімнің менің қалыптасуына менің ұстаздарымның ықпалы зор болды. Өйткені мені ұстаз қылған менің ұстаздарым. Бұрынғының ұстазы ол менің идеалым, ал трансформацияға ұшыраған қазіргі ұстаз қандай? Дүниетанымдық көзқарасы мен сенімі, кәсіптік біліктілігі мен білімі, қызметке бейімділігі, дүниетанымдық қызығушылығы, сенімі, ұйымдастырушылық қабілеті, заманға сай жаңашылдығы барлығы жоғары деңгейде. IT бағдарламаларды меңгерген IT құзыретті, медиа сауатты, қоғамдық жұмысқа белсене араласатын тұлға. Ол өзінің пәнін, өзінің шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін тұлға болуы керек. Әрине, қазіргі қоғамда бүгінгінің ұстазының өз уақытын жан-жақты болуға, дамуға арнаса да, бұрынғының ұстазының да, бүгінгінің ұстазының да басты мақсаты ол балаға білім беру. Білім бере жүріп, балаға үлгі болу. Білім мен тәрбиені бере отырып, баланы дұрыс бағыттау, дүниеде өзіндік бір кірпіш болып қалану үшін жұмыстану. Жалпы ұстаз жолы өнегелі керемет. Ұстаздыққа құрметім де бөлегеді. Математика логиканы шыңдайды, жаңа мектеп жаңалықты қолдайды. Бой түзейді оқушы маған қарап, ой түзейді шәкіртім маған жанап. Ұшталады оқушы біз арқылы, сондықтан да ерекше бізге талап. 20 ғасырдың ұстазының нәтижесі мен және менің замандастарым. Ал трансформацияға ұшыраған менің және менің замандастарымның нәтижесі қандай болмақ? Бұл туралы пікірлеріңізді төмендегі пікірге жаза отырыңыздар.